Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің жақсы ма? Біз қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аңдар саяхаты. Балалар, суретке қараймыз, тыңдаймыз. Түлкі саяхатқа немен барады екен? Түлкі ұшақпен барады. Қане қайталаймыз. Мен ұшақпен барамын. Ал қасқыр саяхатқа немен барады? Қасқыр автобуспен барады. Қайталаймыз. Мен автобуспен барамын. Ал арыстан немен барамын дейді? Қараңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Арыстан пойызбен барады. Мен пойызбен барамын дейді арыстан. Ал қоян мен мәшинемен барамын дейді. Қане қайталаймыз. Мен мәшинемен барамын. Ал аю мен жаяу барамын дейді. Қане қайталаңдаршы. Мен жаяу барамын. Жарайсыңдар. Балалар, енді алдыңғы тапсырма бойынша келесі тапсырманы орындаймыз. Қане, алдыңғы тапсырмада қоян саяхатқа немен барам деп еді? Дұрыс айтасыңдар. Қоян саяхатқа мәшинемен барады. Ары қарай өзің сәйкестендіріп айтып көр. Балалар, сәйкестендіріп айтқандарыңды видеоға түсіріп маған жолдаңдар. Мен күтемін. Балалар, суреттерді сәйкестендіріп болсаңдар, бейнероликті тамашалап, сергіп алайық. Балалар, ойнайық, ойынға да тоймайық. Асығыңдар, келіңдер, тәткеншекті тебіңдер. Ауа райы тамаша, күз тоймайды қараса. Асығыңдар, келіңдер, тәткеншекті тебіңдер. Аң патшасы арыстан, жемтігімен алысқан, 8 түрі бар екен, өз үлкен барыстан. Саванна, саванна, арыстандар, аман ба? Бер алмаймын қолқабыз, жанарымда таңданыс. Атты алып ұрады, теңбіл-теңбіл жолбарыс, жолбарыс, жолбарыс. Бер алмаймын қолқабыз, бейбіт өмір сүреді джунглидің жүрегі. Индияда зор алып, пілдер өмір сүреді. Тұмсығы су шашатын, пілдер жасасын. Тундрама, тайгама, тұмсық батпас айнала. Бұғылар мен маралдар жеткізеді қайдада. Бұғылар мен маралдар, нағыз досың адамдар. Қараю, ақаю, 8 түрлі бараю. Ең кішісі коала, тәтті балды же аю. Қонжықтарың сүйкімді, қандыр қыста ұйқыңды. Теңбіл терісі, қарлышыңның терісі. Қар барысы қазақтың сұлулығы серісі. Айналамыз барысқа, кел балалар қалыспа. Балалар, бейнероликті тамашалап болсақ, сабағымызды жалғастырайық. Қане, мен сендерге қазақ тіліне тән дыбыстарды айтамын, қайталаңдар. Ә, ө, і, ү, о, ғ, қ, ң, х. Ал қайталап көріңдер.
жарайсыңдар. Балалар, енді дәптерлеріңе мына суретте көрсетілгендей сызықты сызып маған жолдаңдар. Осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.